Барлықтарыңызға сәлем. Дәл осы видеода біздің ауылдағы үйді, яғни қара шаңырақты Sims 4 ойынында қалай дәлме-дәл көшірмесін жасап салғандығымды көрсететін боламын. Салыстыру үшін экранда біздің үйдің жалпы сырты қалай көрінетінін бір қарап алсаңыздар болады. Және үйдің салыну құрылыс барысын көргісі келмейтін адамдар үшін нәтижесін көрсетіп өтетін боламын. Алдарыңызда көріп тұрған бөлмелер, яғни бұл үйдің қазіргі көрінісі. Бірақ та кейбір бөлмелерді менің бала кезімде қалай болып тұрды, жиһаздары қандай болды, заттардың орны қандай болды, дәл сол кездегіні еске түсіріп жасауға шешім қабылдадым. Ал енді Sims'та көптеген заттар бар, үйге керекті біз көріп жүрген жиһаздар, әртүрлі техника, бірақ дегенмен де дәлме-дәл 100% көшірмесін заттардың жасау оңай болған жоқ, сондықтан ұқсатып, орташа көрінісін жеткізуге тырыстым. Мына көріп тұрған бөлме, бұл бізде бұрын сабақ оқитын бөлме деп аталатын, қазір ол жер ұйықтайтын бөлмеге айналды, бірақ та менің бала кезімде дәл осылай заттар орындармен бұрышта төсек тұратын болған. Біз мына комнатаны телевизор бар үй деп айтатынбыз. Мына жерде апамның бөлмесі, немесе апам жататын комната деп айтатын болғанбыз, ал мынау көкемдердің жатын бөлмесі болған. Дәл қазір бұның түрлері сәл өзгерді. Алдарыңызда біздің қонақ бөлме, қонақ шақырған кезде ғана кіретін бөлме. Менің бала кезімде бұл бөлме маған бір үлкен музей сияқты әсер ететін болған. Алдымызда тұрған ол біздің жазғы үй, яғни жазда жылы болу үшін осы жаққа көшіп аламыз. Бізде ол склад деп аталады. Дәл бұл жердің де дәл көшірмесін қайталауға тырыстым. Жалпы атмосфера, үйдің ішіндегі вайбты толықтай бере алдым деп ойлаймын. Заттардың тұрған орнында дәл осылай бұрышта осы төсек үнемі тұрады. Жазда жаңбырлы күндерде өстіп от жағып қойып жылынып отыруға болады. Ал мына ойында бүгін жаңбыр жауып тұр екен. Жалпы біздің есіктің алдында лапас деп аталатын жер бар. Бұл ойында қазандар жоқ екен, сондықтан сәл басқаша ғып жасауға шешім қабылдадым. Ал енді осы жерге дейін көргеніңізге рахмет. Егер қызық болса менімен бірге соңына дейін қалыңыздар, өйткені осы жерден бастап біздің құрылыс процесі басталады. Енді мен құрылыстың әрбір сәтін түсіндіріп айтпай қояйын. Бұл видеоның форматын мен сәл әңгіме айту туралы, не үшін мен Sims ойнап жүрмін осындай үлкен жасымда, сол туралы айтып өтсем болады. Жалпы бұл Sims ойынын мен жарты жыл бұрын ғана өзім үшін таптым. Мен өзім видео ойындарға қызықпайтын адамын. Дәл осы ойын мен үшін жалғыз ғана ойын деп айтсам болады, өйткені әртүрлі телефонда ойнайтын, компьютерда ойнайтын әртүрлі ойындардың мен енді бұрын мағынасын түсінбейтін. Әсіресе атыс шабыс ойындарды мен әлі күнге түсінбеймін. Ал енді жарты жылдың ішінде осы Sims ойынында мен 500 сағат уақытымды кетірген екенмін. Енді біреуге аз, енді біреу үшін көп, шошуы да мүмкін. Ал шынайы геймерлер үшін, ойында ойнаған жақсы көретін адамдар үшін бұл енді аз болып есептелуі мүмкін. Шын мәнінде мен уақытпен салыстырып, мен осындай көп уақыт ойнаймын, мен таза геймермін деп айта алмаймын. Бірақ та осы Sims ойыны туралы контент орысша сөйлейтін қыздардың арасында өте кең таралған екен. Қазір ютубтан қарасаңыздар, құрылыс қалай салу керек, әртүрлі сценарийді ойнау, әртүрлі тағдырларды бастан кешіру деген сияқты контент орысша бізде енді толып тұр. Дәл осы форматтың қазақша аудиторияның ішінде қаншалықты танымал екендігін мен білмеймін, бірақ та кейде біз қазақша контент жоқ, қазақша дұрыс видео жоқ деп ренжиміз. Ал блогерлер болса қазақша аудитория өте қатты белсенді емес, көрмей қалуы мүмкін деп ренжиміз. Бірақ та енді болашақта қазақша контент толып тұру үшін әр нәрсені енді қазақша түсіру керек деп ойлаймын. Осыған ұқсас Sims'қа байланысты видео түсіретін әртүрлі геймплейді мен көргенді өте қатты жақсы көремін. Тіпті соңғы айда күн сайын мен ұйықтар алдында тек қана сондай видеолардың дыбысының өзімен ұйықтаймын десем де болады. Өйткені дәл осы контент, дәл осы формат мені бір ерекше тыныштандырады десем де болады, шабыттандырады.
Sims 4 ойынның әртүрлі версиялары болған екен. Sims 3, Sims 2, 1 деген сияқты. Ал мен енді бұның тек 4-шісі шыққаннан бәленбай жыл өтіп кетті. Сол кезде ғана таптым. Сондықтан оған дейінгі версияларын өте қатты көруге құмартпаймын. Өйткені графикасы, жалпы ойынның сапасы дәл осындай болмайтын сияқты. Бірақ көп геймерлер негізі Sims 3 вариант өте жақсы деп айтып жатады. Сол, енді Sims-тің менде тек базовый ғана ойыны емес, қосымша әртүрлі қосымшаларын көшіріп болған болатынмын. Оның ішінде көптеген жиһаздар, техника, өте көп түрін табуға болады. Сонымен қатар мен CC контентті көшіріп аламын. CC деген дәл мен сияқты қызығып ойнайтын адамдардың осы Sims үшін жасаған әртүрлі заттары. Мысалы, дәл базовый ойында ол болмаса, бір қыз мысалы қызығып мынау кілемді жасаған екен. Мен үйдің ішін қалай безендіріп жатқанымды көрсетіп тұрмын. Енді менің достарым айтуы мүмкін, үй қатты ұқсамайды, заттар неге орын ауысып кеткен деген сияқты. Енді мен шамалап жасап отырмын. Менің бала кезімде, мысалы, түпкі бөлме, анау ұйықтайтын бөлме дәл осылай маған көрінетін. Мүмкін заттардың түстері әртүрлі болған шығар, суреттері әртүрлі болған шығар, бірақ та ұқсатып жасауға тырыстым. Жалпы мына жерде ең қатты ұқсайтын пеш осы ғана екен. Енді үлкен дәл біздегідей пеш жоқ, сондықтан енді қалай бар соны қалдыратын боламыз. Осы үйді салып отырған кезде мен ауылға барғым келіп, ауылды сағынып, сол бұрынғы кездерді ностальгияға алып кеттім. Өйткені бұл үй менің апам мен атамның өз қолдарымен соққан, салған үйлері. Осы жерде менің балалық шағым өтті десем де болады. Бұл мен айтқандай қара шаңырақ. Осы жерде көп жылдар тұрдық. Мамаммен тұрған үйіміз енді басқаша болатын. Егер осы формат қызық болып жатса, мен сол үй туралы да дәл осылай геймплей түсірсем болады. Ал бұл үйде менің өте көп балалық шағым өткен болады. Менің ғана емес, туыстарымның бөлелерім барлығымыз жүгіріп, дәл осы қорықта жүгіріп, ойнап, топырақ болып, енді ең көңілді шақтарымызды өткізген болатынбыз. Қораны қайтып салып жатқандығымды көрсетіп тұрмын. Үйдің осы жақ шетінде мал ұстайтын қора бар. Біз әрине ол жақты да шарлап ойнадық. Мен жалпы өзім мазасыз бала болдым. Дәл қазір мен мысалы дәл өзім сияқты баланы көрсем, мен оған ашуланатын едім, ұрсатын едім. Өйткені мен рұқсатсыз бір бөлмелерге кіріп кете беретін, білмеймін, ескі қағаздарды ақтарып отыратын, ескі бір жерде мысалы заттар тұрған, чемодан болса соларды төгіп шашып, ішінде не бар қарап жүретін бір мазасыз бала болдым. Содан болар мен енді үйдің әрбір бұрыштарын жаттап алған екенмін. Дәл қазір көзім елестетіп отырып, барлығын салып отырмын. Sims ойыны мен үшін бір бала кезімде бір қуыршақ ойнағандағыдай маған әсер береді. Мысалы, қуыршақ ойнаған кезде өзіңнің фантазияңмен оған әртүрлі киімдер жасап, оның тағдырын ойлап тауып, жалпы қандай оқиғаны бастан кешіреді ойнауға болады ғой. Дәл сол сияқты мен Sims'те да ерекше уақыт өткіземін. Бекерден 500 сағат ойнаған жоқпын бұл жерде. Шын мәнінде, мысалы, дәл қазір мен сіздерге тек қана құрылыс туралы контент көрсетіп тұрсам, болашақта егер осы қызық болып жатса, геймплей, жалпы әртүрлі адамдардың тағдыры, мысалы, ақшасы жоқ адам қалай өмір сүреді, оны баюға дейінгі не деп айтатын еді, хард челлендж дей ма, әйтеуір сондай әртүрлі форматтар көп екен. Енді ондай идеяларым көп, ал осы ауылдағы үйді видео қылып салу туралы идея менде бұрыннан бері жүрген, сондықтан тез түсіріп салып тастай дедім. Ал мысалы сіздердің бұл видео алдарыңызда тек бір 10 минуттай ғана уақыт алатын болса, жалпы осы құрылысты толықтай салуға менде 5 сағат уақыт кетті. 5 сағат ойынға дәл осы үйді салу үшін жібердім. Бұл енді менің монтаж жасағанымды, видеоға дыбыс жазып, оны жүктегенімді қоспағандағы уақыт. Не нәрсе маған қызық, солардың барлығын контент қылып шығара берейін деп шештім. Өйткені біріншіден қазақша видеоларды дамытуға көмектеседі, екіншіден маған да пайдалы контент жасау қабілетін артатын болады деген сияқты.
Ал енді мен мына жерде салып отырғаным, бұл біздің склад деп аталатын жазғы үй, жазда отыратын. Осы көктем әдетте негізі мамыр айынан бастап осы жаққа көшіп кететін боламыз. Дәл осы жерде тамақ ішіп, енді өміріміздің жаздағы негізгі уақыттар күні бойы осы складтың ішінде өтетін болған. Ал мынау енді бұның дайын болған версиясы. Біздің үйге барсаңыздар, осыған ұқсайтын атмосфераны сезіне аласыздар. Енді мен өте сақ детальдарын толықтай қосқан жоқпын. Біріншіден олар жоқ, екіншіден енді видеоны көп уақыт бұрын түсіргеннен кейін тезірек енді салып тастайын деп шештім. Жалпы адамға келген идеяның өзінің жарамдылық мерзімі болады екен. Келген идеяны уақытымен орындамаса, ол ертең ойдан кетіп қалады, қызығы кетіп қалады, дәл өзіміз қалағандай нәтижесі болмай қалады деген затқа мен сендім. Енді жалпы мен Sims ойнаған кезде шамамен осылай уақыт өткіземін. Кейде құрылыс, кейде әртүрлі челлендж өзіме ойлап табамын деген сияқты. Енді 21 ғасырда дәл қазір бізде өте көп информация, өте көп жаңалықтар, осындай кезде адамға қызықты бір зат болуы керек сияқты. Дәл қазір мен үшін осы ойын. Соңға дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Менің каналыма жазылып, видеома лайк басып қойсаңыздар болады. Егер ұнаса, мен осыған ұқсас видеоларды көбірек шығара аламын.